Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақты сіздермен бірге Қарағанды қаласы номер 32-ші жалпы білім беретін орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Батықова Ақеркель Құттықызы жүргізетін болады. Өзін-өзі тану пәні 4-ші сынып. Сабақ тақырыбы жанды су. Бүгінгі сабақтың дәйек сөзі бұлақ көрсең көзін аш. Ал енді балалар, көз ата бұлағы деген аңыз әңгімені оқиық. Әңгімені оқып болғаннан кейін мына сұрақтарға жауапты дәптерге жазып қойыңдар. Қазығұрт тауының етегінде қандай адам өмір сүрген? Оған неліктен адамдар ағылып келетін болған? Әулие мазарының жанында қандай ғажап оқиға болды? Бастауды неліктен шипалы дейді? Өзін бұлақтай таза болу дегенді қалай түсінесің? Айтып бер. Дәптерімізге жазып қоямыз. Ал енді балалар, оқулықта берілген 2-ші тапсырманы дәптерімізге орындайық. Өлеңді оқыңдар, судың пайдасы туралы кластер құрастырыңдар. Осы өлеңді оқып, кластер құрастырамыз дәптерімізге. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.